басқармасының бас маманы. Сөйлесеңіз болады. Көріп тұр ғой, да? Саламатсыздар ма, құрметті қоғамдық тыңдау қатысушылар. Бүгін қаралатын жобамыз мына Қарақия ауданы Нұртілек кен орнынан құрылыс құнын өндіруге арналған тау-кен жобасы. Осы қоғамдық тыңдауда төрағасы ретінде мен Жаңаөзен қаласы әкімдігінің бас маманы Әбиев Аманжол Бейсенбаевич. Хатшысы ретінде Ақтау Геоэкосервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Жұмағұл Асқар Ахатович таңдаймыз. Егер қарсылықтарыңыз болса, қолдарыңызды көтеріңіз. Барлығыңыз келісесіздер ме? Онда бір ауыздан Жұмағұл Асқар Ахатович хатшысы ретінде тағайындалды. Баяндамашы Жұмағұл Асқар Ахатович. Сіз сұрақтарыңыз болатын болса, осы баяндама аяқталғаннан кейін сұрақтарыңызды қойсаңыз болады. Қазір сөз кезегі баяндамашы жайланып, сөйлеу уақыты баяндамашы сол уақыты 10 минут. Баяндамаңызды бастай берсеңіз болады. Үлкен рахмет. Мен бана осында жобалаушы мекеменің директоры Жұмағұл Асқар Ахатович. Ақтау Геокосервис мекемесі 2019 жылы осында Нұртілек кен орнына барлауға лицензия алынған болатын. Сол барлауға лицензия алынғаннан кейін осы жерге геологиялық барлау жұмыстары жүргізген. Бұл жерде 10 скважина 10 метрден қазылып, сол 43 гектар, 43-те 1 гектар жерге геологиялық барлау жұмыстары жүргізді. Жер асты сулары сол 10 метрге дейін қазылған мезгілде бұл жерде байқалынған жоқ, жер асты сулары жоқ. Қажетті топырақ құмы бұл жерде құрылыс құмы болатын. Бізге тапсырыс беруші осында ИП Дара кәсіпкер Қарабаеваның тапсырмасы бойынша осында геологиялық барлау жұмыстарын жүргіздік. Бұл жерде енді 10 метрге дейін қазылған мезгілде жер асты сулары отырғанымыз сол 2,9-ден 5,3 метрге дейін сол құрылыс құмының бар екендігі байқалды. Сол бағанағы 5,3 орташа есеппен 3,9 метр қалыңдықта құрылыс құмын алдық. Сол есепте алдық деген есебіміз болды. Сосын жоғарғы топырақ қабатында, өзіндік қабатында 0,4-1,4 метрдің айналасында өсімдік қабаты бар. Бұл өсімдік қабаты ертең болашағында сырылып тасталынып, ары қарата бағанағы өндіріс жұмыстары жүргізген мезгілде сондай бағанағы шаралар қолданылады. Артынан керекті бағана құрылыс құмын алып болғаннан кейін бұдан басқа да тағы да қалпына келтіру жобасы жасалынады. Сол қалпына келтіру жобасын жасаған мезгілде сіздердің құзыреттеріңізге тағы да келеміз. Сол мезгілде бағанағы жасалынатын жұмыстар жөнінде тағы айтылады. Бұл жоба негізі осыдан 1 ай бұрын бақ жүйесінде, осына газетте, осына хабарламада, лав радиосында жүргізген болатын. Осыған дейін бағанағы біздің тапсырыс берушіміз Дара кәсіпкер Қарғабаеваға не болмаса біздің тарапымызда ешқандай да сұрақ болған жоқ. Қазір сіздермен бірге отырған осында Байжанова Гүлназ деген қарындас келіп отыр. Бұл кісі бағанағы сол Дара кәсіпкер Қарғабаеваның председателі ретінде келіп отыр. Осы кісіге де бағанағы сұрақтарыңыз болатын болса қоюға болады. Бұл кісілер негізі бұрыннан да осында өндіріс саласында, осы өзеннің маңындағы не болмаса осында Қарақия төңірегінде болып жатқан құрылыс жұмыстарына етене араласып, құрылысқа керекті материалдарды шығарып жүрген мекеме. Қазіргі жағдайда енді заман талабына сай бағанағы керекті шикізаттардың бәрін өзі өндіруге тура келіп, осында Қарғабайда қазір мына лицензияны разведка деп айтамыз, барлау жұмыстарына лицензия салынып, қазір енді соны деген өндіру жұмыстарына алған лицензияны алу бағытында қазір осында бізге тапсырма берді. Тау-кен жобасын қазір сіздердің құзыреттеріңізге алып келіп тұрған жағдай. Бұл жерде енді осы тау-кен жобасы келісілгеннен кейін мына Маңғыстау облысының территориялық органдарының, тексеруші органдарының бәрінен өткеннен кейін ары қарата құзыретті органдарымыз бағанағы осы кісілер арқылы қатынас қағаздарын жіберткіздік. Біз осы лицензия өндіруге арналған лицензияны алу бағытында жұмыс жасаймыз. Қазір енді осына жобаның төңірегінде сұрақтарыңыз болса, именно осы жобаның төңірегінде ойлайсыздар. Ары қарата енді жұмысқа кіргізу бағыты, немесе басқа да бағанағы социалдық мәселелер болатын болса, ол мәселелер бұл жерде бағанағы ол сұрақтар қоймайды. Себебі бұл мекеме көптен жұмыс жасап жатырған мекеме. Ар жағында Теміртас деген мекеме бар. Осылармен бағанағы связный жасап байланыста болғаннан кейін осы Маңғыстауда Қарақия өңірінде не болмаса бағанағы
Маңғыстау аудандарында да осы жұмыс жасап жүрген мекеме. Бұл жерде енді 10 техника жұмыс жасайды деп отырмыз. Осы мына өндіріс жұмыстарында ол жерде енді ең бір ғана көңіл бөлетін жағдай бұл жерде шаңдатпау мәселесі де. Өзен қаласынан 20 км жерде орналасқан осында 43 гектар жеріміз. Бұл жерде енді өзенге не болмаса жақын маңдағы ғана тұрған елді мекеннің бірі осы өзен, сондықтан осы өзенге алып келіп тұрмыз. Енді бұл жерде жақын маңда ешқандай ауыл жоқ, оған енді шаңдатып шаңбарақ дейтіндей 20 км қашықтықта тұрғаннан кейін ондай бағана дей тұрғанмен де осы шаңдатпау мәселелерін болдырмауға арналған шаралар да осы жобаның төңірегінде қарастырылған. Бұл жерде енді жаңбырлату машинасы арқылы КАМАЗ техникасы қарастырылған. 1 метр квадрат жерге 5 литрден техникалық суды сол завой деп айтамыз, ең төменгі нүктесі мысалға карьердің сол жерде жұмыс жасайтын болып жатса, соны жаңбырлатып әлгі шаңның көтерілмеу бағытында жұмыс жасалмады. Кіретін шығатын жолдардың бәрінде осында осы жаңбырлату жұмыстары жүргізіліп, шаңды көтермеу мәселесі қарастырылған. Карьерге келіп жатырған мезгілде, шығып бара жатқан мезгілде осында осы жоба бойынша негізі ванналар қарастырылады. Яғни техникалар келіп жатырған мезгілде осында ваннадан өту арқылы ары қарата шаңдатпау мәселелері қарастырылады. Бұл жерде енді адам мәселесі 10 техника жұмыс жасайды деп отырмыз. Бұл жерде 6 самосвал, 1 бульдозер бар, сосын 2 тиегіш техникамыз бар, автогрейдер, сосын 1 бағанағы осында жанар жағармаймен жабдықтайтын техникамыз қарастырылған, адамдарды алып келіп алып кететін автобусымыз бар, жаңбырлататын КАМАЗ машинасы тағы да осы 10 техника осы жерде жұмыс жасайды деген есеп бар. Бұл жерде енді тоқ мәселесіне келетін болсақ, 1 бағанағы автономный бөлік тұрған ДЭС деп айтамыз, дизель электр станциялары қарастырылған 10 киловаттық, сол бағанағы тоқ күші бағанағы осы жерде жұмыс жасайтын адамдардың тұруына не болмаса бағанағы техникалардың жұмыс жасауына жағдай жасалынады деген есеп қарастырылған. Бұл жерде енді бағанағы жобаның ішінде көрсетілген цифрлық көрсеткіштердің бәрі де адами фактор емес, оны жазып отырғанда біз бағанағы осына техникаларды сол бағанағы автономный да не зум үзіп кетті деп жатыр да. Осы мына карьерге көріп тұр ғой, осы карьерге кіріп жатырғанда, шығып жатырғандағы ванналар осы мына шаңдатпау мәселелерін қарастырады деп отырмыз ғой. Сол басындағы электростанция ДЭС осы мына 1 сменттік жұмыс жасайтын болып жатса, сол негізі алғашқы кездерінде мына жоба бойынша 1 сменттік жұмыс қарастырылған. 8 сағат жұмыс жасайды деп отырмыз. Сол 362 күн бойына 8 сағаттық жұмыс жасайды. Егер керекті мәселелер туындап жататын болып жатса, онда егер мына қазір осы мына құрылыс құнына деген сұраныс көбейіп жататын болып жатса, онда 2 сменттік жұмысқа ауыстыру мәселесі де қарастырылады. Ол мезгілде осы жобаға қайтадан толықтырулар енгізу мәселесі де қарастырылған. Бұл жерде сол осы адамдардың 10 техника жұмыс жасап, сол 15 адамдай жұмыс жасайды дейтін болсақ, сол 15 адамға қажетті бұл жерде судың мәселесі, мысалға нормативтік мөлшер бойынша 30-50 литр тәулігіне су алынатын болып жатса, соның мысалы 12 кубы жылға 12 куб питьевой су осы өндіріс орнына қажетті питьевой су есептелінген. Сосын 51 куб техникалық су қарастырылған. Бұл желдің бағытына байланысты. Егер де жел мәселесі күшейіп, табиғи эрозия күшейетін жағдайлар болып жатса, онда күніне бірнеше рет суландыру мәселесі туындайды. Ол мезгілде яғни судың потребності көбейеді. Оны енді осында өзен қаласына тасымалданатын техникалық су болғаннан кейін, ол суға ешқандай бұл жерде жобаға өзгеріс енгізуге ештеңенің қажеті жоқ деп есептейміз. Бұл жерде сол керекті техникалардан шығатын шығындар, не болмаса бөлінді, солардың бәрі де күнделікті көріп жүрген техникалар болғаннан кейін адамға зияны жоқ деп есептедік. Яғни бұл жерде бағанағы айтып отырған цифрлық көрсеткіштердің бәрі де сол
эра деген осында өкімет орындарымен келісілген, министерствомен бекітілген сол программаның негізінде жасалынған, яғни сол техниканың характеристикасының сипаттамасын енгізетін болып жатса, сол техникадан шығатын бөлінділер мен шығындылар мәселелері қарастырылған. Бұл жерде енді сол бөлінді шығындылар, бөлінділер деп айтып жатырмыз ғой, сол енді қажетті мөлшерде сол жерде контейнерлер қойылып, ары қарата осы жерде келісімшарт арқылы осы жердегі қатты зиянды қалдықтардың бәрін алып кетіп, ары қарата бағанағы утилизация жасау мәселелері, бұл бағанағы басқа бір мекемелердің лицензиясы бар мекемелердің ғана құзыретінде, бұл істер болашақта лицензия алғаннан кейін ары қарата сол мекемелермен келісімшартқа отыру арқылы жұмыс ары қарата жалғасын табады деген есебіміз бар. Мен сіздерге осымен осы жоба төңірегінде түсінік бердім. Егер де осы жобаның төңірегінде маған бір сұрақтарыңыз болып жататын болса, қоюларыңызға болады. Ал егер бағанағы жеке мына дара кәсіпкер Қарғабаеваға арналған сұрақтарыңыз болатын болып жатса, осы жерде отырған бана өкілі бар, сол Гүлназға сұрақ қойсаңыздар болады. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Баяндамашыға сұрақтарыңыз бар? Ұсыныстарыңыз? Сабина, сіздің сұрағыңыз бар ма? Онда сұрақтарыңыз жоқ болса, баяндама аяқталып, осы қуанықтың жауапты есептейміз. Үлкен рахмет. Мына ауылымызда болып жатқан іргелі осындай мәселелерге келіп қатысып, осына жоба төңірегінде өздеріңіздің көзқарастарыңызды білдірейін деп, мына мекемеге керекті, не болмаса осына аймаққа керекті құрылыс құнына деген сұраныстың бар екендігін біле тұрып, осында жалпы өзеннің маңында осы корейлердің ішіндегі бірегейінің осы жалғыз мекеме, ар жағындағы қалғандардың мекемелерінде не болмаса өзеннен алыс, не болмаса бағанағы лицензиясы жоқ мекемелер жұмыс жасап жүргенде, осы мекемелер енді осы мекеме ары қарата өркендесін, өссін дейміз ғой. Осы мына ауылымызға үлкен бір бағанағы пайда кетірсін дейміз. Болашағында негізі төленетін салық мәселесі, не болмаса сол жерде жұмыс жасап отырған еңбек қызмет жасап отырған адамдардың жалақысы, елдің әлеуметтік жағдайына қосылатын осы кісілердің төленетін ары қарата төлемдері бар. Соның бағанағы ары қарата жалғастырып, сіздердің бағанағы қажеттіліктеріңізге жарасын дейміз ғой. Үлкен рахмет. Төрағаға да үлкен рахмет, ауыл тұрғындарына да үлкен рахмет айтамыз. Аманшылық болсын. Технология сақталса, Рахмет.